Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге TradingView сайтына кіріп, қалай регистрация жасап, ішінде қалай жұмыс жасау керек екенін жалпы көрсететін боламын. Ол үшін ағылшын тіліне ауыстырып аласыздар да. TradingView деген сайтқа кіресіздер басып. Ең кезде міне бірінші шыққанды басып кіреміз. Менікі қосулы тұр. Шығып кетемін да, мен басынан кіретін боламын. Осындай қара болып шығады сіздерде. Осы жерді басасыздар адамды, вайти дегенді басасыздар. Мен де өзімнің алдын ала тіркеліп қойғанмын, мен сондықтан осыған прямой кіре беремін. Ал сіздер зарегистрировать деп басып, емейлдарыңызбен почтаны өздеріңіз құрасыздар, обязательно бір үлкен әріп, одан кейін кішкентай әріптер, сызықша, сандар міндетті түрде болу керек. Вайти етіп кіреміз. Кірген кезде осылай кіріледі барлықтарыңызда. Және осы жерден біз өзімізге акцияларға кіре аламыз. Міне қараңыздар, басты несі. Акцияларда сіздер сауда жасайтын кезде міне стокс, NASDAQ деп тұру керек. Осылармен ғана біз сауда жасаймыз. Қалғандарымен жасамаймыз мүлдем. Мысалы AMD-ді алайық. AMD жасам, міне стокс, NASDAQ деп тұр. Осыны кіреміз. Открыть график деп кіріп аламыз. Любойын жазасыздар. Tesla ма, AMD ма. Мынау сіздердің жалпы мен D деп тұр. Ол менің кірген аккаунтым. Сіздерде өздеріңіздің бас әріптеріңізбен тұруы мүмкін. Осы жерде сіздер тілді ауыстырып алсаңыздар болады. Негізі ағылшын тіліне қойып алғанда жақсы, бірақ сіздерге қай тіл ыңғайлы, соны маған орыс тілі ыңғайлы. Мына жерде темный режим бар. Егер қара қылып жасайым десеңіздер, осылай қара темный режимде жасасаңыз болады, бірақ мен өзім светлый режимде жасағанды жақсы көремін. Енді міне сіздер ашқан кезде, қазір сіздерде полный ақ болуы мүмкін. Менде мысалы сары, көк болып тұр ғой, сіздерде ақ болып тұруы мүмкін. Енді қараңыздар. Мынау ақ зона, мен сіздерге алдыңғы бірінші сабағымда айтып кеткендей, бұл кәдімгі маркет уақыты. Осы жерде біз сауда жасаймыз. Кешкі 7-ден түнгі 2-ге дейін осы маркетте біз сауда жасайтын боламыз. Ал қалай түнгі 2 басталады? Зона басталды, бұл автомаркет. Түнгі 2-ден түнгі 4-ге дейінгі уақытта болады. Одан кейін күндізгі 2-ден кешкі 7:30-ға дейін бізде премаркет уақыты болады. Бұл жерде ірі компаниялар өздерінің саудаларын жасайды. Одан кейін мына жеріміз біздің қайтадан рынок кәдімгі уже осылай күнделікті айналып отырады. Рынок, одан кейін автомаркет, одан кейін премаркет. Айналып келе береді. Енді сіздер дәл осылай шығару үшін осы жерге келгенде мынау тұрғы, мынау сандар, мынау күндер. Мынау қазір мына сандар біздің болып жатқан бағалар. Қазір қай бағада тұр, қай бағада кетіп жатыр, өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма, осы жерден біле аласыздар. Ал мынау астындағысы, яғни күндер, бүгін, кеше деген сияқты былай жылжытсақ, енді менде қазір 5 минутта тұрғы, сондықтан әрбір 5 минутына day дегенді бассам, күндерге байланысты. Міне апрель, июль, июнь, яғни осы уақыт аралықтарында болып жатқан саудалар, өсіп жатқан, түсіп жатқан. Бұл жерде сіздер міне осы жерден өздеріңізге керек компанияларды іздеп ала аласыздар. Ал мына жерден міне көрініп тұрғандай, бұл жерде сіздерге минуттар, өзіңізге керек минуттар. Мысалы 1 минут керек па, 3 минут керек па, осы жұлдыздың қасына келіп сарыны бассаңыздар, мына жақтан шығып тұрады. Нені іздеп жатсыздар? Жұлдызшаны алып тастасақ, жаңағыдай уақыттар мына жақтан кетіп қалады. Мысалы 1 минут, 5 минут мен қоспаймын. 1 минутпен сауда жасамаймын, мүлдем тек 5 минутпен жасаймын. 1 минуттан просто кейде уровеньдерді көріп отырғанға қосып қойғанмын.
сағат, күн өзіңіз білесіз, иә? Осылай қосып қоясыз. Одан кейін мына жанында біздің инструменттеріміз. Мен мысалы мынаны қалай мына жерге шығарып қойдым, иә? Оны шығару үшін мен осы жерден өзіме керек линия тренда, горизонтальная линия, горизонтальный луч, керек заттарымның барлығын шығарып алдым. Осы жерге кіріп, сіздер де өздеріңізге керек заттарыңызды шығарып, қасына жұлдызша қойсаңыздар болды, ол өздері шыға беретін болады, сақталып. Бұлай жасай аласыз. Мысалы, оны қолдану үшін, или бұлай сіздерге ыңғайсыз болып мешать ететін болса, ничего страшного, просто сізге мысалға осы линия керек болатын болса, просто аласыз да, мына жерге кіресіз да, былай таңдай саласыз. И автоматически бассаңыз, осы жерден сіз өзіңіздің линияңызды сызып аласыз. Оның түсін ауыстыра аласыз, және де мына жерден настройкасын туралай аласыз. И өшіріп тастай аласыз керек болса. Мен просто мынаны былай жасап қойғаным, мен әрқайсысына кіріп жүргім келмейді, өзіме керек заттарым тұр. Просто басамын да былай линия сыза саламын. Оны өшіре саламын. Болмаса, түсін ауыстыра саламын, мысалы, сол сияқты өшіріп тастаймын. Сіздер де жасаңыздар. Обязательно мишканы алып қолдарыңызға қолданыңыздар. Қолдарыңыз үйренеді. Тренинг жасайтын болсаңыздар. Қолданып көріңіздер. Енді қараңыздар. Мына жерде менде акциялар тұр, өзіме керек акциялар. Мен мына жерде каждыйына кіріп, атын жазып, іздеп отырмаймын. Себебі мен өзіме керек списокты осы жерге жазып қойғанмын. Мен сауда жасайтын списогымды осы жерге қойып қойғанмын. Мысалы, Теслаға кіретін болсам, Тесланы баса саламын. S&P 500-ге кіретін болсам, S&P 500-ді баса саламын. Главный несі бұл жерде сауда жасаған кезде обязательно S&P 500 бен QQQ-ді ашып қоямыз, NASDAQ-ты. Олардың движениясы қандай болады? Басқа компанияларында движениясы соларға ұқсайтын болады. Потому что мына жерде S&P 500 деп өзін аты айтып тұр, Бұда 500 компания бар, яғни 500 компания осының артынан ілесіп отыратын болады. Өсіп, түсіп дегенде. Но не всегда 100% болмайды, 70-80%. Сондықтан осы жерге QQQ мен S&P 500-ді қосып қоямыз. QQQ-ді не үшін қосып қоямыз? Потому что QQQ-да 100 компанияның акциясы бар, Сондықтан қосып. Мына жерде өздеріңіздің сауда жасайтын қағаздарыңызды, акцияларыңызды ашып қойсаңыздар болады. Міне қараңыздар. Мына жанымен мешканы жылжытсаңыздар, қысасыздар, астынан жылжытсаңыздар, былай жиырып, созып отырасыздар. 2022 жылы, 2023 жылы қалай өзгерді? Қараңыздаршы, мына 2023 жылы сентябрь, 2022-нің сентябрьда өте қатты түскен, 22-ден бастап өскен. Яғни мына жердегі баға бізде 118-ден 489-ға шейін Nvidia өсіп берген. Nvidia-ның ATR-ы 20-дан жоғары болады. Постоянно өте жақсы қозғалады. Бұда пайда табу өте жоғары. Жақсы қозғалыста болады постоянно. Осылай қолданып көресіздер. Енді айтпақшы, мына D-ға кірсеңіздер, день ғой, енді ол бір күндік уақыт. D-ға кірсеңіздер, менде мына бағанағы сары мен көгім жоғалып кетті. Олар бұда көрсетпейді. Бірақ минутный таймфреймға кірсеңіздер, қайтадан көрсетіп тұрады. Оны қалай шығардым? Мына жерде мына домалақ сызықты көріп тұрсыздар, осыны бассаңыздар, астына түссеңіздер, настройканың астында сессия деген тұрады. Осы сессияның астында торговые данные вне сессии дегенді басып қоясыздар, сонымен сіздерде де автоматты түрде осылай шығып тұратын болады. Так, үлкейтіп аласыздар өздеріңізге, көзге көрінетіндей қылып. Мына астын бассаңыздар, былай жылжиды. Сонда әрбір свечаны жақсылап көретін боласыздар. Түсіп жатыр ма ыңғайлы қылып. Мен өзім міне Capital.com деген брокермен сауда жасаймын. Негізі брокерлердің түрлері өте көп.
және де сіздер сауда жасайтын кезде бірден ақшамен сауда жасамайсыздар. Ең алдымен сіздер демосчет ашып, яғни ол жалған өтірік счет, иә? Сол демосчетті ашып, сол арқылы сауда жасайсыздар. Демосчетпен сауда жасағанның бір жақсы жері, сіздер минусқа кетпейсіздер. Қалталарыңыздағы ақшаларыңыз бірден минусқа кетпейді, иә? Олар бірден тестке кетпейді. Шамалы бір айдай уақыт демосчетпен сауда жасасаңыздар, сіздер ары қарай сіздеріңіздің реальный счеттарыңызға енгізіп сауда жасай аласыздар. Осылай қозғайсыздар. Енді айтпақшы да списогінде, осы списокті мен қалай жасадым? Мына жақта сіздерде тұрады криптовалюта, там биржа, бір нәрселер деп тұрады. Оның барлығын X басып тастайсыздар да, акция дегенді қалдырасыздар. Міне список картировкаға плюсты басасыздар да, өздеріңізге керек списокқа бір компанияны қосып аласыз. Қасына плюс дегенді бассаңыз болды. Мына жақтан міне шығып. Енді Tesla бар ғой, мен мұны просто өшіріп тастай саламын. Осылай өздеріңізге сауда жасағыларыңыз келетін компанияларды қосып ала аласыздар. Міне рынок закрыт дейді, рынок жабық тұр. Мына жерде чат бар. Бұл жерде көп публичный чат деген көп адамдар өздерінің жасап жатқан трейдтарын айтып бөлісіп отырады. Мына жерде личный сообщение менде жоқ, ешқандай сообщение. Кіре саламыз. Ақтарып көріңіздер, барлығын шұқылап көріңіздер, не бар екен, не жоқ екен. Сол арқылы сіздер үйреніп, үлгеріп, барлығына да үйренетін боласыздар. Мынау сіздерге егер де маған мешать етеді сауда жасағанда десеңіздер, бұл жерде былай жауып қойып, полный экранмен сауда жасасаңыздар болады. Пока что осылай жасап үйреніп көре беріңіздер, сызып, жылжытып, еш қорықпай. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қандай сабақ түсіргенімді қалайсыздар, барлығын айтып отырсаңыздар, сіздерге көп тегін сабақтар түсіріп беріп отыратын боламын. Так что поддержите меня. Давайте, пока, сау болыңдар.